Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай дәмді печенье жасауды көрсетемін. Қолжетімді заттармен және оңай жасалады. Бізде осындай дәмді печеньелеріміз шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен начинкамызға макты дайындап аламыз. 5-6 қасық макты ыдысымызға салып аламыз. Және үстінен ыстық сумен жібітеміз. Кішкене араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды ыдысымызға саламыз. Шай қасықпен разрыхитель және шай қасықпен ванилин қосамыз. Араластырамыз. Және сары май қосамыз. Қолымызбен үгітеміз. Толықтай біріккенше араластырамыз осылай. Ал енді қаймақ немесе айран қосамыз. Біркелкі болғанша қамырымызды жасаймыз. Кішкене уақытқа тындырып қоямыз. Осылай біркелкі тестамыз шығады. Ал енді майдаланған жаңғағымызға 1 ас қасық қант қосамыз. Бізде екінші түрі начинкамыздың. Және 1 жұмыртқаның ағын қосамыз. Араластырамыз. Жібіп тұрған магымызға 1 ас қасық қант қосамыз. Араластырамыз. Ал енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Жайып аламыз. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Және осылай кез келген домалақ затпен кесіп аламыз. Оқтауымызбен кішкене жаямыз. 1 шай қасықтан начинкамызды салып, екінші бетімен біріктіріп отырамыз. Кішкене жайып жібереміз. Жаңғақтың начинкамызды саламыз. 2 ұшынан біріктіреміз. Келесі екінші бөлігін жаямыз және дәл солай кесіп аламыз. Оқтауымызбен кішкене жайып, екінші начинкамызды макты саламыз. Екі ұшынан біріктіреміз, кішкене қайырып аламыз. Барлығын дайындап алдық. Енді қызып тұрған пешімізге жібереміз. Дәмді әрі оңай печеньеміз дайын болды. Жасап көріңіздер.